Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз Canva сайтында презентация жасау туралы көретін боламыз. Ол үшін өздеріңіздің компьютерлеріңіздегі кез келген браузерге кіріп, іздеу жолағына Canva деп жазамыз. Canva деп жазған кездегі шыққан бірінші сілтеменің үстін басып, Canva сайтына кіреміз. Егер сіз бұл сайтқа тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде сайтқа тіркеліп кетесіздер. Мен де алдында тіркелгендіктен менің аты жөнімнің бастапқы әрпі осылай шығып тұрады. Енді жалпы бұл Canva сайтында не істеуге болады? Canva сайтында біз түрлі нәрселерді жасауымызға болады. Презентациялар жасауға, түрлі анимациялық презентациялар жасауға, видео жасауға, тіпті шақырулар, открыткалар, мысалы өздеріңіз де білесіздер, қазіргі тойларда қыз ұзату, сүндет той, асқа шақыру, 40 жылдыққа шақыру деген сияқты, түрлі шақыру хаттарды жасауға болады. Білім саласында да мысалы ұстаздарымызға арналған түрлі презентациялардың дайын үлгілері болады. Сол дайын презентация шаблондарын алып, өзіміз қалауымызша түрліше етіп өзгертуімізге болады. Және де бұл жерде көрнекілік ретінде әртүрлі сабаққа байланысты оқушыларға көрнекіліктер де жасауға болады. Енді біз қазір презентация жасауды көрсететін боламын. Ол үшін осы жерде сол жағына қарасаңыздар, шаблоны деген жер бар. Осы шаблоныдың ішінен біз мысалы түрлі бизнеске байланысты видео немесе открыткалар, білімге байланысты түрлі шаблондарды бізге беретін болады. Соның ішінде образование дегенді таңдап көрейік. Қазір образованияның ішіне кірсек, міне бізде түрлі презентацияның үлгілерін көрсетіп береді. Осы презентациялардың үлгісін өзіміз алып қолдансақ болады. Мысалы, презентация на тему образования дегенді қазір таңдаймыз. Міне бізге түрлі презентацияның шаблондары, білімге байланысты шаблондарын шығарып берді. Өзімізге ұнаған, қалаған бір презентацияны таңдап алуымызға болады. Бұл жерде ескеретін бір жайт, осы презентациялардың жанында мынандай доллардың белгісі тұрады. Бұл жерде платно деп тұр, яғни бұлар кейбіреулері осындай ақылы болып келеді. Яғни про дегендері ол ақылы деген сөз. Бұндай белгілері жоқ. Өзімізге ұнаған бір презентация үлгісін алайық. Мысалы, мына бір презентацияны алсақ болады екен. Оқушыларға байланысты немесе қазір бір презентация үлгісін алып көрсететін боламын. Өзімізге ұнаған біреуін аламыз. Бұл жерде өте көп түрлі презентацияның үлгілері бар. Қазір осы жерден біреуін алайық. Мысалы, мына презентация үлгісін алайық. Үстінен бір мәрте шертеміз, изменить шаблон деген басамыз. Сол кезде бізге міне жалпы қанша бізде 15 беттен тұрады екен бұл презентациямыз. Енді осының төменгі жағына барсақ, бізде мынандай түстер көрсетіліп тұрады. Яғни презентацияның түстерін осы жерден қалаған түсімізге былай ауыстырып қойсақ болады екен. Мысалы, мынандай түске, осындай әртүрлі түске ауыстырып қойсақ болады. Мысалы, мынау жасыл түске. Енді осы жердегі мен применить деген 15 страниц деген үстін басамын. Үстін басқан кезде бізде жоғарғы жағында 15 беттен тұратын бізге презентацияның шаблондарын осы жерде көрсетіп берді. Енді бірінші слайдты біз өзіміз қалауымызша бұны өзгерте алуымызға болады. Мына жердегі жазудың үстіне апарып шертсек, бізде мынандай корзинаның белгісі шығады. Өшіріп тастауымызға болады, немесе осы жерден ішін былай өшіріп, өзгертіп өзіміз жазуымызға болады. Мысалы, пәнімізді, өзіміздің аты жөнімізді, мектебімізді, мысалы, Қаратөбе негізгі орта мектебі деп жазып қойсақ болады. Егер симай жатса, ұзындау қылып қоямын десеңіздер, мынаны тартсақ, ол өз жазуларымыз осылай ұлғайып ұзын болады. Яғни бұны ұстап алып, осындай белгі шыққан кезде ұстап алып, бұны
кез келген жағымызға былай өзгертіп қоя беруімізге болады. Және де тағы бұл жерді қалай өзгертуімізге болады. Яғни бұл жазуымыздың үлкейтіп кішірейтуімізге, яғни үлкен қылып жазуымызға немесе кішірейтіп жазуымызға, тіпті бұл жерде осы жазуымыздың түсін де өзгертіп қоюымызға болады. Басқа түспен, мысалы қара түспен қойып қойсам да болады. Міне қара түспен. Бұны жирныймен осылай жазып қойсақ болады. Келесі бізде енді мына жерді өшіріп тастасам да болады, немесе ішіндегі жазуды өшіріп, мысалы информатика деп жазып қойсам болады. Бұл жерде де осы үлкейтуге, кішірейтуге болады, және харпіміздің түрін осы жерден әртүрлі харптың түріне ауыстырып қойсақ болады. Бұл жерде де мына харптың түрінде де мынау коронаның белгісі, яғни бұлардың барлығы ақылы деген сөз. Бұндай белгісі жоқ харптың түрін қоюымызға болады. Мысалы, мынаны қойсам, бір жазуым бір басқаша болып өзгеріп тұрды. Енді мысалы, маған осы беттегі өзіме ұнамай, бұл осы Canva сайтының өзінің берген суреттері, егер маған бұлар ұнамайтын болса, мен осының үстіне басып, осы жерден былай өшіріп тастауыма болады. Міне. Енді мен мына бір жердің ішіне бір жазу жазып қойғым келіп тұр. Ол үшін мен текст дегенді басамын. Осы жерде түрлі бізге жазулардың үлгілері көрсетеді. Бұл жерде де осындай коронаның суреті тұрса, про деген бұлардың барлығы ақылы деген сөз. Бұндай белгісі жоқтарды аламыз, немесе осы жерден добавить основной тексті бассақ, міне бізге мынандай жазу шығады. Енді осыны ішін өшіріп тастасақ болады. Ішін өшіріп, мысалы, бірінші сабақ деп қояйық. Енді бұны осылай ұстап алып, жазуымызды ұстап алып, осы тақтайдың бетіне әкеп қойымызға болады. Міне бұлай жылжытып әкеп қойсақ болады. Осы жерден үлкейтіп, мына жерге барсаңыздар, мына екі айланып тұрған стрелканың үстін басып, бұл жазуымызды міне бұлай басқаша бір қисайтып қойсақ та болады. Төменгі жағына, жоғарғы жағына, қай жаққа болса да бұл жылжи береді. Мысалы, мен осы жерге әкеп қойып, сәл бұлай үлкейтіп қойсам, немесе бұлай кішірейтіп қойсам да болады. Келесі, мысалы, енді маған мына жердегі мына сурет ұнамай тұр. Осы жерге басқа сурет қойғым келсе, удалить деп өшіріп тастаймын да, осы жерде элементы дегенді бассақ, бізге түрлі суреттерді ұсынады. Бұл жерде де про деген жазуы барларға тиіспейміз, олар ақылы. Енді ондай жазулары жоқ, бір өзімізге ұнаған суретті қойып қойсақ болады. Мысалы, мына бір суреттің үстін бассақ, ол осы жерге келіп түседі. Мына жерге әкеп қойып қойсам болады. Немесе оны өшіріп тастап, қайтадан басқасын қойып қоймын. Мысалы, дәптердің суретін қойып қойсам болады. Осы жерге былай сәл былай кішірейтіп қойып қоймады. Немесе мен осы жерден бір компьютердің суреті керек болып тұр. Маған ол үшін мен алдын ала өзімнің компьютерімдегі алдын ала дайындап қойған суреттерімді қойсам болады. Немесе осы жерде поиск элементі деген жерге, мысалы, компьютер деп жазсам, бізге түрлі компьютерлердің суреттерін береді. Осы жерден өзімізге қалаған бір компьютердің суретін, мысалы, мына компьютердің суретін осылай қойып қоюма болады. Осылай мына жерге кішірейтіп, мына жазуымызды қайда апарсаңыздар да ол осылай жылжи береді. Осылай жоғарыға шығарып, мына компьютерімізді былай, мысалы, мен мынаны ішіне бір жазу жазып қояйын. Мысалы, өзім аты жөнін жазып қояйын. Қонарова Алтынай. Енді бұл бір мынау монитордың ішінде көрініп тұратындай қылып жазып қойма болады. Ол үшін мен мынаны үлкендеу етіп созып аламын. Сөйтем да, мына жазуды былай жылжытып әкеп жерге қойып қойсам болады. Мынаны былай
кішірейтіп мына жақтан тура сол монитордың ортасына әкеп өлшеп осы жерге әкеп қойсам болады. Бұл бізде енді бірінші реті, мынаны былай үлкейте берсек те болады. Мен сәл үлкейтіп қояйын. Және бұны былай жылжытсам да болады. Мына жағында сәл былай жылжытып үлкейтіп қояйын. Міне бізде бірінші слайдымыз дайын болды. Келесі екінші слайдымыз енді мынаны да былай өшіріп тастауыма болады, немесе өзім ішіне жазуыма болады, немесе мына жерде текст дегеннің үстін бассақ, бізге түрлі тексттерді ұсынады. Бұл жерде де осы про деген белгі бар, оны алмаймыз, ол да ақылы деген сөз. Ондай белгісі жоқтарды алсақ болады, немесе добавить заголовок деп осы жерге өзіміз жазсақ болады. Ішіне мысалы бүгінгі сабақта осылай жазып болғаннан кейін ұстап әкеп төбеге қоямыз. Жирный етіп жазсақ та болады, бұны сәл қоюлау қылып. Немесе бұның түсінде мысалы қызылмен қойып қойсам, қалаған түсіммен қойып қоя берсем болады. Бүгінгі сабақта жақтарын өзіміз өзгерте береміз. Енді маған мысалы мына сурет ұнамай тұрса, өшіріп тастаймын да, бұл жерге өзімнің компьютерімдегі суреттерді қойып қоюыма болады. Алдын ала компьютердегі дайындап қойған суретімді қоюыма болады. Немесе қазір мен мынаны былай барлығын өшіріп тастаймын. Мына жердің бәрі керек емес маған. Жеке-жеке удалить етіп тастаймыз. Мынау да керек емес дейін, енді мысал ретінде айттым. Мысалы мына жерге или бүгінгі сабақта деп тұра берсін, сәл кішірейтіп қояйық. Енді мен мына жерге бір үлкенде бір сурет қоюым үшін өзімнің компьютермен загрузки бөліміне барып, загрузить файл десем, қай жерде дайын суретім бар, мысалы сол жердегі бір суретімді әкеп осы жерге қоя берсем болады. Мысалы мына суретімді қойып көрейік, открыть дейміз, ол осы жерге келіп жүктеледі. Осы загрузкидің ішінде мен міне алдын ала өзім жүктеп қойған суреттерімнің барлығы осы жерде шығып тұрады. Енді мен осы суреттің үстін бір мәрте бассам, міне ол келіп осы жерге түседі. Енді бұның суретімді былай үлкейтіп, кішірейтіп қоя берсем болады. Жылжытып. Бұл екінші слайдымыз. Келесі дәл осылай өзіміз қалауымызша түрліше етіп өзгерте береміз. Ұнамаған суреттерімізді удалить етіп өшіріп тастасақ та болады. Мынамыз мысалы кішірейтуіме болады. Осы жерге тағы басқа сурет әкеп қоятын болсам, элементтерге кірсем, түрлі фото, графика десем, түрлі суреттерді шығарып береді. Немесе осы жерге іздеу жолағына мысалы кез келген бір сөзді жазып тауып алсам болады. Мысалы книги деп көрейін. Книги десем, түрлі кітаптардың суретін қойғым келіп тұр мысалы. Бұл жерде де мына про белгісіне тиіспейміз, ол арқылы мысалы кез келген бір кітапты, мысалы мынаны қойып қоюыма болады мына жерге. Мысалы маған осы суретін алып тұр, осылай қойып қоюыма болады. Мыналардың барлығын өшіріп тастауыма болады. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша мына жерге өзгертіп ішін өшіріп тастап сөз жаза береміз. Тағы да бір сурет қойып, кітаптан басқа осы жерге жазып, керекті суреттерімізді осы жерден тауып ала берсек болады. Мысалы, деп көрейік. Мындай суреттерді қойып қоюыма болады. Мысалы, мына суретті қойып қойсам болады. Кішірейтіп қоя берсем. Түрлі енді өте мүмкіндіктері көп, өздеріңіздің таңдауларыңыз бойынша түрлі етіп қоя берсеңіз болады. Мына бір суретті қойып қойғым келіп тұрса, мен мына жерге қойып қоюыма болады. Кетіп, үлкейтіп.
Міне осылай түрлі етіп қоя бересіздер өздеріңіз. Енді менде біз қазір мынау 3 слайдты жасадық. Енді мен бұл жерде кейбір слайдтар керек емес болса, оны өшіріп тастауыма болады. Мысалы, 6-шы бетті өшіретін болсам, мына жерге барсаңыздар, мынандай 3 нүкте шығады. Осының үстін басып, удалить страницу десем, менде өшіп жатыр. Осылай керек емес болса, осылай өшіріп тастаймыз. Удалить страницу деп. Қазір біз 3-еу құрдық. Енді мен мысалы мына жерге мына суреттердің барлығын мен өшіріп тастайын. Қазір тағы бір мүмкіндігін сіздерге көрсетіп кетейін. Жеке-жеке өшіріп алыңыздар. Өшіріп тастайын. Енді қазір осы жерде элементтердің ішіне барсақ, бізде бір мынандай қазір бөліктерді көрсетеді. Мысалы, мен мынаны қояйын. Осы жерге сурет қоюыма болады. Былай қойып қойсам мен бұл жерге де сурет қоймын. Енді бұл жерге мен суретті қай жақтан қоямын? Мысалы, загрузкидің ішіне кіріп, загрузить файл деп, өзімдегі бір суретті қойып қойма болады. Өзімнің суретімді қойып қойсам болады. Мысалы, суретті қойып көрейік қазір. Осы жерге келіп жүктеледі. Үстінен басып, мынаны былай, мына жерге қойып жіберсем болады. Мынаны бірақ қазір домалақтың ішіне түспей қалды. Қасқаттан өшіріп тастаймын. Немесе мына жерге қазір біреуін қойып көрейік. Міне былай қойып қойсам болады. Енді мына жерге де мысалы мына суретті қойып көрейік. Мына рамканың ішінде тұратындай. Осылай қойсаңыздар да болады. Элементтердің ішінен таңдап қойсаңыздар да болады. Мысалы, рамкасын өзгерті. Басқа рамка, мысалы, мынандай рамка қоятын болсаңыздар да, осы рамканың ішіне 4 бұрышты болып түседі. Мысалы, мынаны өшіріп тастайық қазір. Мысалы, осы жерге қойып қойайық. Загрузкидің ішіне, мысалы, мен бір қалаған суретімді қойып көрейін. Былай қойып қойсам да болады екен. Түрлі етіп, енді өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты түрлі етіп осылай жасай берсеңіздер болады. Немесе мынаны былай өшіріп тастасам да болады. Немесе оны қайтадан басқаша етіп сызып қойсам да болады. Егер тағы да осы жерге мысалы тағы да бір бет қосамын десек, онда осы 3 нені басып добавить страницу деп келесі бір бет қосылды. Осы жерге қайтадан өзіміздің суреттерімізді қойып, түрлі нәрселер жасай беруге болады. Мысалы, мынандай суреттерімізді көп қойып, жаңағыдай бір элементтің ішіне бір элементті таңдап, соның ішіне қойсаңыздар да соның ішіне көп қойсаңыздар да болады. Енді түрлі мүмкіндіктері бар, өздеріңіз қалаған ұнағандарын алып қоя берсеңіздер болады. Енді біз бұны қалай сақтаймыз? Поделиться деген үстін басамыз. Поделицаның үстін басқаннан кейін, осы жерде скачать деген шығады. Скачать деп бассақ, ол біздің компьютерімізге өзі жүктеледі. Скачать деп басамыз. Міне қазір астына, мына жер толғаннан кейін, астына барып жүктеледі. Міне мына жерге келіп түсті. Бұл жерде бұл PDF форматта жүктеледі. Қазір көрсететін боламын. PDF форматта жүктеледі. Міне жүктеліп болды. Үстінен бір мәрте басамыз. Міне біздің жаңағы жасаған презентациямыз бір осылай әдемі болып шығады.
қағазға принтерден шығарып алуымызға да болады. Немесе кейін бұны конвертировать етіп презентацияға айландырып жіберуге де болады. Міне осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түрлі етіп өзгертіп жасай берсеңіздер болады. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіздер. Сау болыңыздар.